Сәлеметсіздер ме, құрметті достар, сіздермен көріскеніме өте қуаныштымын. Бүгін тема бизнес ойлауды, бизнесмен пікірлеуді қалыптастыру деп переводтасақ болады. Мен қысқаша өзім таныстырып кетейін. Бірінші рет қатысып жатқан адамдар болса, атым Қонысбай, желілі маркетингте 20 жылдан астам жұмыс жасадым, тек бір-ақ компанияда. Ол компанияға алғысым шексіз. Сол жерден көп тәжірибе арттырдым. Негізі өзі мамандығым инженер гидротехник, бірақ өз мамандығымда көп жұмыс жасамадым. Тек 3,5 жыл ғана. Себебі бірінші жалақымды алған кезде 22 жаста бойдағы жігіт едім. Сол бірінші жалақыны алған кезде менің жалақым студент кезімдегі маған өзіме жұмсайтын ақшаның 70% құрады. Сосын мен ойладым, ондай ақшаға үйленіп бала шаға бағудың ешқандай мүмкіндігі жоқ. Қазір бәріміз білеміз жалақыға өмір сүру қандай екен. Соны түсінгеннен кейін мен әрі қандай мүмкіндік іздеп, сол 90-шы жылдары бизнес мүмкіндіктер басталды. Сонымен 26 жасымнан бизнес саласындамын. Основной саудамен айналысамын. Сол үшін мен бизнес туралы сондай айтуға, сөйлеуге бүгін нем бар деп айтамын. Өзім тәжірибемен бөлісем. Көптеген адам осы бизнеске келген кезде, мен де сол бәрің жаңадан келген адам болса, или бір компанияда бастаған болсаңдар, естеріңізге түсіріңіз, мен де одан 20 жылдың ар жағында осы бизнеспен танысқанмын. Мені осы бизнеске ешкім шақырған жоқ, осы сетевой маркетингке маркетинг түсіндірген жоқ, презентация өткен жоқ, үгіттейді, жалынады, сондай болады. Онда ештеңе болған жоқ. Мен өзім келдім деп айта аламын, себебі мен денсаулықтан жақсы нәтиже алдым. Содан осы бизнесте үлкен жетіскендікке, көп ақшаға жетіп жатқан адамның тарихын естідім. Сол себебі мен алдым бизнесте үлкен бизнестерді құрып, содан банкрот болғанды көргенмін. Бизнесте ақша табудың қандай оңай емес, соны білгеннен кейін мына бизнесті мен жақсылап үйрендім. Өзім маркетингін есептедім. Бір нәрсені түсіндім, бұл бизнесте сетевой маркетингте система құрсаңыз, сондай структура құрсаңыз, жақсы дұрыс жасап, сол кезде сізге тоқтамай келіп тұратын ақша бар екенін білдім. Мен осы бизнесті өзім бастағанмын. Бірақ бастаған кезде көптеген адамдар сияқты көптеген менде де қателіктер болды. 3 жыл бойы менде ешқандай дұрыс нәтиже болған жоқ. Адам тіркеледі, келеді, бірақ кетіп қалады. Сонымен 3 жылдың ішінде менде нәтижем бұрынғы сетевой маркетингте 3 жылда орта дәрежеге жеттім, бірақ менің структурымда бірде-бір жұмыс жасайтын адам жоқ. Сол кезде мен дұрыс емес жұмыс жасап жүргенімді түсіндім. Содан тренингтерге, оқуларға қатысу арқылы, білімді арттыру арқылы, білім алу арқылы мен кейін 3 жылда сондай система құрдық біз командамызбен. Біздің барымыз ба, жоқпыз ба, ол система жүріп, товарооборот көбейіп, доходымыз көбейіп, біздің бар жоғымызға қарамастан ол система жаңағы дами беретін сондай системаны жолға қойды. Сондай тәжірибелер болды. Осыдан 1 жылдың ар жағында мен осы клубный системаны естідім, көптеген адам сияқты, бірақ бірден қабылдаған жоқпын. Бір адам айтты, екінші, үшінші адам айтқаннан кейін мен ойланып, осыны үйреніп қарайын дедім. Үйреніп қарасам, бұл енді тіпті керемет система, бұрын соңды болмаған. Енді танысып жатқан адамдар болса, оны жақсылап үйреніп қараң. Мен 1 айдан көп үйреніп, міне қазіргі күнге дейін үйреніп жатырмын. Бүгін өзіміздің тәжірибемен бөлісіп, сол бизнес ойлауды қалай қалыптастыру керек, сол туралы сөйлесеміз. Көптеген адам, барлық адам, 100% адам сетевой маркетинг келгенде бәрі ақша табуға келеміз, дұрыс па? Ақша тапсақ екен дейміз, тұрақты ақша болса екен дейміз, көбірек ақша тапсақ екен дейміз. Енді демек, ақша табудың жолдарын қарап көрейік. Действительно, сетевой маркетинг бұл ақша табудың бір жолы. Мыңдаған, миллион жолы бар ақша табудың. Бірақ оның бәрін былай бөліп алып қарағанда, бізде әрбір адамда сондай 2-3 мүмкіндік бар. Біріншісі, жалданба жұмыс істеу. Жалданып, жалақыға жұмыс істеу. Ол частный болады ма, бұл үкіметтік мекеме бола ма? Демек, жалақыға, айлыққа жұмыс істеу. Соны жалданып жұмыс істеу. Бұл әрбір адамда бар мүмкіндік. Екінші мүмкіндік бар, бұл әркім өзіне жұмыс істеу. Өзіне жұмыс істеу деген, өзіне жұмыс орнын жаратады, таксовать етеді, жаңағы, не дейді, парикмахер болады, шаштараз болады, тағы басқа. Бұл өзіне өзі жұмыс істеп жүрген адам. Өзіне жұмыс орнын жаратады. Енді үшінші мүмкіндік бар, бұл бизнеспен айналысу. Біз енді бүгін сол бизнеспен айналысу туралы сөйлесеміз. Көптеген адам бұл жерге келгенде бизнеспен айналысып көрмегеннен кейін сол осы сетевой маркетинг келеді, особенно мына біздің клубный системада келеді да, мен осындай
3 ай, 5 ай, 6 ай, 1 жыл әрекет жасап көреді да, соны нәтиже көрмейді. Нәтиже көрмегеннен кейін бұл болмайды екен, маған тура келмейді екен, және басқа деген сондай ойлармен көп кетіп қалады. Сондай болмау үшін, сондай болудың себебі адамда бизнесмен сияқты ол өзін сезбейді, және бизнесмен сияқты ойлау, пікірлеу жоқ ол адамда. Сол болғаннан кейін сондай жағдайлар болады. Сондай жағдай болмау үшін, егер сіз осы жерге ақша табуға келген болсаңыз, онда біз как бизнесмен сияқты пікірлеу болу керек. Енді сол үшін сіз өзіңізге жазуыңыз керек. Ручка дәптеріңіз болса, жазың, мен бизнесменмін. Ал бизнес бастайтын болса, сетевой емес, әрқандай любой бизнесті алып қарайық. Кішкене бизнес, үлкен бизнес айтпаймыз, кішкене бизнес. Айына 5.000 келіп тұратын болса, қалай, нормальный бизнес па? Болады, нормальный бизнес. Қазір айына $5.000 ақша алып отырса, ол адам қатты байып кетпейді, бірақ тарықпай жасауына, біраз затқа қол жетімді болуына болады. Сондай бизнес бастау үшін, мысалға, ол бизнесте қандай не бар? Сала бар. Мысалға, қызмет көрсету, жаңағы салон красоты ашуға болады, мысалға. Немесе кафе, столовый, ресторан, ол қызмет көрсету саласына кіреді. Екіншісі өндіріс бар, мысалға, өндіріс цех, кондитер цех, колбасный цех, молочный цех, және тағы басқа цех. Сондай напиток шығаратын цех көп қой, сондай цехтар, немесе өндіріс тарау саласы, немесе қызмет көрсету. Ал сіз адам келді да, ешбір адам келіп бірден болды, мен бүгіннен бастап бизнесменмін, мен ақша табам деп бастайды ма бірден? Ол не істейді? Біріншіден сол бизнесті үйренеді, оған ақша жұмсайды, қарайған көп ақша жұмсайды. Мысалға, қазір көп жерге танымалы, сіздерде естіп жатқан шығарсыз, Сайдмұрат Даулатов бар. Сайдмұрат Даулатов тыңдап көрдім, сол доктор экономических наук, Европада диссертация жақтаған, сол бизнесмендерді тренер жасайды, оқытады, үйретеді. Сол адамның айтуы бойынша есеп қылған, қазір айына $5.000 ақша табу үшін кемінде $150.000-дан $300.000 дейін ақша жұмсау керек. Қалай түсіндіңіз? Соны қойыңыз жерге. Айына $5.000 табу үшін, кәдімгі традиционный бизнесте $150.000-дан $300.000 дейін ақша салу керек. Ал енді сондай ақша бар болса да, мысалға, адам құрдан-құр ақшаны салмайды ғой, ол бизнесті үйренеді, дұрыс па? Егер өндіріс болса, оның жұмыс істеу технология, қандай шикізат керек, қандай оборудование керек, оны қанша расход кетеді, қанша ақша салған кезде сол шыққан заты қазіргі базарда конкуренция. Өндіріс істеліп шығарып жатқан нәрсенің 1000 түрі бар. Сол конкуренцияның, бәсекенің арасында сіздің товарыңыз өте ме, сіз банкрот болып қалмайсыз ба? Соның бәрін есептеп болғаннан кейін ол ғана соған ақша салады адам. Енді екінші, мысалға, жаңағы салон красоты болсын, басқа болсын, ресторан, кафе ашатын кезде де оның да технологиясын үйренеді. Еш адам келіп бірден сен таныс бизнесмендеріңіз болса, сондайларды сұрап көріңіз. Сен қалай осыған ерістің, қалай жетістің? Менде көп таныстар бар, мен бизнесте болғаннан кейін сөйлесем, сұрайым. Және бір жолы бар, көшпес дейді ғой, мүлік дейді ғой, жаңағы недвижимость. Здание салады да, сатып алады да, соны арендаға береді. Сондайлар да бар. Ол да бизнес. Енді адам егер бизнесмен өзі қарайған ақшаны жұмсап, оны просто жұмсамайды, ол білім арттырады, сол бизнесті қыр-сырын үйренеді, соның бәрін есебін білген болғаннан кейін, ол бизнесті бастағаннан кейін, мысалға, егер өзі араласып жүрсе, мен мысалға ресторан, тойхана ашып қойған таныстарым бар, сөйлесем, сен қалай, қанша уақытта, қанша ақша жұмсадың деп сұрамаймын, бірақ айтып білем, сен қарайған ақша жұмсадың. Жұмсаған ақшаң қанша уақытта қайтып келеді саған? Көп ойланбайды, азғандай ойланып тұрады, кемінде 3 жыл дейді. 3 жыл, ол оның бірінші ресторан емес, бірнеше ресторан ашқан адамдар да олар. 3 жылда күні түні сол жерде өзі жұмыс істеп, заказ қабылдайды, сол жаңағы ішінде ыдыстар бар, басқа бар, поварды жалдайды, нанимать етеді, ана продуктыларды сатып алып келу керек, басқа бәрін сондай адамдарға қызмет көрсеткенде, чтобы оның ресторанына адам келу керек, тойханасында. Қайта келгісі келу керек. Себебі сондай тойханалар бар, ашылады. Бірнеше уақыттан кейін қарасаңыз, ол жерге көп заказ бармай қалады. Себебі қызмет көрсету дұрыс емес, немесе поварлар дұрыс емес. Бар ғой, сондай банкрот болып қалып жатқандар да бар, ақшаға күйіп кетіп жатқандар бар. Ал жаңағыдай сен банкрот болмау үшін күні түні жұмыс істегенде 3 жылда ақшамызды өтейміз дейді. Ол демек не деген сөз? Қарайған
ақшаны жұмсады, яғни 3 жыл жұмыс істеді, одан кейін ол прибыльге шығады. 3 жылдан кейін. Егер оны арендаға берген болса, арендаға тапсырса, ол 8 жылда, 10 жылда аренда жаңағы салым ақшасы 8 жыл, 10 жылда қайтып келеді, 8 жыл, 10 жылдан кейін ол прибыль алып бастайды. Қалай түсіндіңіз? Енді сіз бұл жерге келгенде көптеген адамда мынау ойлау, пікірлеу тәрізді дейді ғой, ойлау, мышление. Ойлауы жалданба жұмыста істегеннен кейін ол жалданба адамның ойымен болады да. Жалданба адамның ойымен болған адам қандай? Жалданба жұмыс істеген адам қандай? 8 сағат жұмыс істеді, бір ай жұмыс істеді, ол сразу жалақы алу керек. Немесе бүгін шықты, таксовать етті, ол кеште ақша алу керек. Бір жерге барып жалданды, бір күндік жұмысқа жалданды, барды, мысалға бір күн жұмысын істеді, 10-15 мың теңге ақшасын алу керек. Грузчик болды, сол күн жұмыс істеді, сол күн ақша алу керек. Ол жалданба жұмысшының пікірлеуі болып есептеледі. Егер біз бұл бизнеске келіп сондай пікірлеуде болсақ, онда мынандай болады. Мен міне мынандай $50 жұмсадым, айына $10 төлеп отырмын, 6 ай болды, 1 жыл болды, мен ақша алмадым дейді да, сосын құрсам маған болмайды деп кетеді. Ол жалданба жұмыс істейтін адамның пікірлеуі. Бұл жерде ақша алу үшін біз бизнесмен сияқты ойлауымыз керек. Бизнесмен сияқты. Сол үшін бизнесте бизнесмен бірінші, екінші, 2-3 жылға дейін тегін жұмыс істеуге дайын адам болады. Бизнесмен ақша вложение салады, ол оқиды, үйренеді, мыңдаған тренингтерге қатысады, банкротта болады. Мен банкротстанып басынан өтіп көргенмін, үлкен ақшалар. Содан қарыз болып 2,5 жыл, 3 жыл үйдің ішінен бала-шаға бәріміз сол жүгіріп неше жылда, сол 2-3 жылдың ішінде ішпей жемей, сол қарайған ақшаны төлегенбіз. Банкрот болған жағдайда. Сол үшін мен бұл бизнес неғаннан кейін көзқарас бар менде бұрыннан. Енді жаңадан келген адамдар болса, сол бизнес көзқарасты қалыптастыру керек. Бизнес пікірлеуді, бизнесмен болып ойлауды. Сіз келдің, қанша білім арттырдыңыз бұл жерде. Тренингтер болып жатыр мысалға. Көп ақшада тұрмайды, бірақ соғанда неге бұл ақылы, неге мен ақша төлеп оқуым керексіз, ана бизнесмендерден, бизнес тренингтерден хабар алып көрін, традиционный бизнесте. Сол Сайдмұрат Даулатовтың басқа бизнесмендердің тренингтері қанша тұрады. Сол тренингке барғаннан кейін сол адамдар миллионер, миллиардер болып жатыр да. Сол үшін біз де бұл жерге келгенде, егер үлкен табысқа жеткізгіміз келсе, біз біріншіден бұл бизнесті үйренуіміз керек. Бір жыл бола ма, 2 жыл бола ма, 3 жыл бола ма, сол күнде әрекет жасап, оқып, үйреніп, тегін біздің көп сабақтарымыз тегін, жаңағы ақылы сабақтар да бар, ол да басқа неге салыстырғанда ондай қатты қымбат емес. Сондай сабақтарға қатысып, тем более қазір онлайн болып жатыр да сабақтар. Кезінде мен осы бизнесте 3 жыл жұмыс істеп, осы сетевой маркетингте 3 жылдан результат болған менде. Адам тіркеймін, доход аламын да, көп емес, азғантай ақша аламын. Екінші адам тіркеймін, үшіншіні, бесінші, жетінші, жүздеген адам тіркеймін, ол бұрынғы бизнесте де. Бірақ сол адамдар уақыттың өтуімен жоқ, ешқайсысы жұмыс жасамайды, ешқайсысы жұмыс істемейді. Система болмаса, ізіңіздегі адамдар өзіңіз жұмыс жасауды білмесек, ізіміздегі адамдарға соны оқытып үйрете алмасақ, ол структура өспейді, үлкеймейді ол. Соны түсінгеннен кейін мен 3 жылдан кейін оқып бастадым. Сондай бизнесмендердің видеоларын тыңдап көрдім, басқа көрдім, осы сетевойда деді. Бұрын оларда традиционныйдан сетевойға келген. Сетевойда сен оқып үйренуің керек, профессионал болуың керек деген. Соны естігеннен кейін, ол кезде мен осыдан 2000 километр ұзақта, сол 2000 километр жол басып келіп, және ақша төлеп, гостиница, квартира, тағы бірдеңеде жүріп, сондай расходтармен осы білімдерді арттырғанымыз кезінде. Оның үстіне сол алған білімдерімізді қайталау арқылы, соны іс жүзінде қолдану арқылы сондай жақсы нәтижеге жеткіземіз. Сол үшін бұл жерге келгенде сізде бір өзіңіздің мақсатыңызға байланысты. Әртүрлі қандай болады мысалға? Сіз мысалға үлкен структура құрып, сондай бұл жерде профессионал болуыңыз келсе, міндетті түрде оқулардың бәріне қатысып, сол тренингтерге қатысып, соның бәрін 1-2-3 жылда адам профессионал болады. Жоқ, егер мен былайша да жұмыс жасаймын, білгенімше жұмыс жасаймын, өз білгенше деген нәрсе бар да бұл. Ондай үлкен бизнес болмайды, бір белгілі дәреже, серебро, золото, там бірдеңе статустарға жетуі мүмкін, бұл даже қарай өспейді бизнес. Болады тоже жаман емес, бұл клубный системада чек деген бар, басқа бар.
Үшінші вариант бар. Үшінші вариант просто жаңағы пассивный, ешкім шақырмай жұмыс жасау. Ол жерде де енді ондай да үлкен дәрежедегі ақша болмайды, бірақ жақсы ақшалар алып отыруға болады. Тем более қазір бізде мына кооператив деген қосты бірге жұмсау, жаңада мына видеосын қойып бердім, бәріңіздің хабарыңыз бар. Кеше екі күн болды, ертең 3 күн болады. Қосқанына адам сатып алуға болады. Сетевой маркетингте ең жаңағы негізгі біздің бірінші істейтін әрекетіміз сол ғой, адам тіркеу. Структурамызға адам тіркеу, өзімізге личник тіркеу ең бірінші әрекет болып есептеледі сол. Презентация өту арқылы, шақыру арқылы және тағы басқа дегендей. Сол бұл қазіргі кезінде ең қиын проблема сол болып тұр да. Енді бұл клубты негізін қалаушы Венгринский Наудыр Қазан 4 адамның 2-і бұрын сетевой компанияны басқарған. Олар сетевой маркетингде қандай проблемалар бар, соны білетін адамдар. Соны білгеннен кейін бұл бизнесті жеңілдетейін, адамдарға жеңіл болсын, оңай болсын деп реклама арқылы, себебі ол реклама дегеніміз жақында пайда болды, интернет пайда болғалы. Бұрынғы кезде біз традиционный жолмен істегенде ешқандай реклама жоқ. Рекламаның ең жаңағы қолжетімді түрі жаңағы листовка тарату, көлгеде жаңағы лапша, остановкалерге, столбаларға, заборларға лапша не қылу. Оны енді бұрынғы сетевойда істегендерде, бірақ мен онымен ондай затпен айналыспадым. Негізі мен кәдімгі холодный контакт, адам шақыру, сондай системамен айналыстым. Жаңағындай листовка тарқату, ондай нәрсемен айналысқан жоқпын. Но рекламаның ең қолжетімді түрі сол еді. Сосын газетте реклама беретін еді. Жұмыс бар сондай деп, мынандай адам керек деп өтірік алдап шақырады, сосын барғаннан кейін сетевой маркетинг. Енді мына интернет пайда болғалы бері таргет деген бар, Инстаграм, Фейсбук, ТикТокта таргет арқылы адамдар тіркеліп жатыр қазір. Клиенттер келіп жатыр сондайдан. Соны пайдаланып, осы компанияның негізін қалаушылар, соны пайдаланып, өздері систематизировать етіп, бізге готовый дайын системаны беріп қойды. Дайын системаны. Қазірдің күні тек қана сол күміс дәрежесі бар адамдар, содан жоғарылар қатысуы мүмкін. Жаңа айтқандай 3-4 аптадан кейін, енді Новый годтан кейін, жаңа жылдан кейін, январдан мүмкін қолжетімді олар. Біз барлық серіктестерге соны ашамыз деді. Доступ ашамыз деді, сосын шектеуді алып тастаймыз деді. Енді сол жағдайда қарап көрейік та, оны да бір адамдар естіп жатырмын, енді қымбат деп жатқан адамдар бар, қымбат емес деп жатқан адамдар бар. Енді мен өзім как бизнесмен есебінде, мен оны ешқандай да қымбат емес деп ойлаймын. Себебі сетевой маркетингте адам тіркеу деген енді оңай емес, структураны жүргізу, адам тіркеу бұл үшін қанша білім арттыру керек, тренингтер кезінде біз қатыстық, соның бәрін қазір адамдарға үйретіп та оқытып аламыз. Соның бәріне қарайған уақыт жұмсадық, ақша жұмсадық, и тәжірибе арттырдық. Сол білеміз, ол кезде жаңа офис болу керек, офистің арендасы бар, күнде проездың бар, оған өзіңе жараса киінуің керек, оның бәрі расход қой, оның бәрі. Сонша файлдар жасайсың, инструменттерің болу керек. Соның бәрін жасаған кезде қанша расход жасап, біз сондай адам тіркейтін едік. Қазір мына жерден үйде жатып, диванда жатып алып, ақша салдыңыз, компанияның өзі сізге адам тіркеп беріп жатыр. Бұл тіркеген адамынан сіздің жұмсаған ақшаңыздың белгілі дәрежесі қайтып келеді. Олардың жаңа Венгринский айтып жатыр, 10-15% уже партнер болып кіріп жатыр дейді. Кейінгі жағында біздер оларға жаңағы электронды письмо жіберу, тағы басқа жіберу арқылы біздер оларды жаңа монетизировать етіп береміз деп жатыр ғой. Демек ол сол адамдардың партнер болдыруға ұсынады ол адамдарға. Соның көбі соның ішінде партнер болады. Неге дегенде олардың кабинетінде моя команда деген қалады, доход болмағанмен $10 клиент болып келгендерде. Ол командасын көрсететін. Сен моя командаға кіріп қор, сенің матрицаңда бай адам тұрды дейді. Сен $40 салып, тағы да уже $10 салды, ол $40 салып, және партнер болсаң, сен мынандай ақшалар алып отыруың мүмкін дейді. Енді қазірдің күні көбіне осы 2025 тек қана сол Америкада жүреді. Американстар келеді. Американстар клубный системаны біледі. Білмегенде де өзіңіз болғанда да сол біреулер сұрау береді, сол адам ертең шығып кетпей ма? Енді мен сондай одан сұрау беремін да, сен сондай магазин бар деймін да, бір жерде анау $100 сатады, екінші магазинде сол затты $20 сатып жатыр. Сен қайсысына барасың десе, әлбетте ол жаңағы $20 магазинде қалады ғой өмір бойы. Біздікі ол сондай клубный система, без наценки, оптовый бағада сол өнімін алу. Енді осындайды түсінген кезде, бизнес ойлау, пікірлеу қалыптасқан кезде адам бұл неден кетпейді. Мен неге $10 төлеймін,
Сол үшін адамды шақырған кезде сол жағын дұрыс түсіндіру керек, бұл бизнес жағын. Сондай кезде ол жаңағы біреулер айтады, сондай мен шаршап кеттім, 1 жыл болды, мен төлеп отырмын $10. Ну, бірақ $150, $160 кетті. Үлкен ақша ма, сол қарайған ақша ма? Нормально телефонда бермейді ғой $150. Сөйтеді да, сосын мен шаршадым, төлемеймін. Төлемейді, ол енді жаңағы жалданба ой да, о да жалданып жұмыс істеген адамның ойы да ол. Сондай. Ол егер ол бизнесті түсінгенде немесе осындай сабақтарға кіргенде, ол ондай әңгіме айтпайтын. Сол үшін біз біріншіден өзіміз сол бизнес ойлауды, пікірлеуді қалыптастыруымыз керек өзімізде. Біріншіден, екіншіден біз өзіміз шақырған адамдарға соны түсіндіруіміз керек. Менде мысалға өзімнің прямой сөйлескен адамдардың ішінде енді редко бар еді. 1 жылдан кейін төлемей қалғандары бар, годовойдан кейін. Енді болады ондай. Бірақ көбі, сол 99% сол төлеп отыр жаңағы несін. Мен себебі егер адам келген кезде 2 жолды көрсетемін ғой, міне активный жұмыс істегенде мынандай болады, пассивный жұмыс істегенде мынандай болады. Пассивный жұмыс істегенге есептеп беремін, сен мына 3 жылдың ішінде ол бәрібір любой адамға періліп түседі. Тем более мына реклама қосылғаннан кейін тез түседі да оған. Соны түсіндіремін да айтамын, міне 3 жылда сенде егер годовой төлеп тастасаң $340 шығады. Егер годовой емес аймай төлеп отырсаң $400 шығады. $400 бір орташа телефон береді. 3 жылдан кейін мусорға кетеді ол телефон. Мына жерде деймін, сен 3 жылдан кейін саған айына $100, $400 шығардың, айына $100, жылына $1200 келіп тұрса, қалай болады деп сондай сұрау беремін. Нормально дейді, ол жақсы дейді ғой, жақсы ғой дейді. Дұрыс, жақсы емес па, сен $400 жұмсаған адам 3 жыл күтті, 3 жылдан кейін оған ай сайын $100, одан артық емес, сол келіп тұр. Жылына 1200. Ой, жақсы, ой, керемет дейді. Ал 300 келіп тұрса деймін айына, жылына 3600 деймін. Жаңағы жымиып күліп бастайды. Жақсы ғой дейді, вообще керемет ғой дейді. Мына жерде 3 жылдан кейін 2000-ға дейін максимум сондай ақша шығуы мүмкін. Сол үшін арзый ма, егер осын болады, мен саған көнем десең, онда мен сені регистрация жасайын деймін. Жоқ, маған болмайды десең, онда реніш жоқ ешқандай. Сондай болып адаммен сондай болып сөйлесемін. Сол үшін бірінші біз өзімізде жаңағыдай бизнесмен сияқты пікірлеу болу керек. Екіншіден біз сол адамға, келген адамға сол мүмкіндікті көрсеткен кезде оның бизнес екенін, және ең керемет қазіргі күнде бұдан артық қандай бизнес бар? Мысалға да қазір бір приложение айта аласыздар ма қазір? Бір жерге ақша жұмсадың, ақша салдың, және саған жақсы ақша келіп тұратын. Қандай бизнес бастауға болады? $1000-мен, $5000-мен, $10,000, $20,000, $50,000, $100,000. Егер сондай бизнес тапсаңдар, мен қазір айтып жатырмын, маған прямой тікелей шықсаңыз болады. Жақсы табыс, 100% гарантиясы бар деп айтайын. Сол бизнеске вложение жасаймын. Мен көп мүмкіндіктерді қараймын бизнесте да, көп мүмкіндіктерді қарап жүрмін. Бірақ қазірдің күні ең керемет мүмкіндік осы мына клубный система, Livegood клубы болды. Тарихта болмаған дүниеде, вообще бизнес тарихында болмаған нәрсе да болды. Сол үшін оған да мына бірден сену қиын. Қазір мына кешегі жаңалықты естіп ортаға қойған кезде енді біреулер лайк қойып жатыр, міне мынандай адам сатып алу кооператив басталды. Біреулер жаңағы не дейді, сенер сенбесін білмей былай отыр да. Енді неге себеп? Себебі олар сабаққа кірмейді, жаңалықтарды үйренбейді, тыңдамайды. Сондайдан кейін оларда сенерін, сенбесін білмей отыр. Бірақ бұл дүниеде бір затты білуіміз керек, бұл заманда, бұл дүниеде сондай нәрселер бар. Біз сенсек те, сенбесек те ол болады. Сенген сенімізге қарамайды ол. Мысалға, мынандай табиғатта сондай құбылыстар бар. Біз сенеміз бе, сенбейміз бе? Мысалы, қазір кеш болды, таңертең, ертең таң атады болды. Сенсең, сенбесең де. Бізге байланыс жоқ. Біз бармыз ба, жоқ, оған қарамайды, ол таң ата береді. Қыстан кейін көктем келеді дегендей сияқты да, мысалға. Бұның бәрі ол біздің сенімге қарамайды ол. Бизнесте де сондай. Амазон басталған кезде Амазонға да сенбеген. Амазонның тарихын білсеңіз, кітап сатуды. Ана жерде магазинде кітап тұрды, сол магазинде кітапты алып интернеттен сатадымыз. Сода бизнес құрадымыз. Конечно, оған қиын сенім. Көп адам, көп инвестор отказ берген оған. Джефф Безоске. Соның тарихының киносы бар, қарап оқып көрің, киноларын қараң. Бірақ қазірдің күні Джефф Безос дүние жүзінде бірінші 3 бай адамның қатарына кіреді.
ең бірінші 3 бай. Кешегіде бірінші орынға да шығып тұрды. Ең дүниеде бай адамның бірінші бай адам болып тұр Джефф Безос. Кітап сатудан бастады. Кітап дүние жүзінде 3% адам оқиды болған статистика бойынша. Ливгуд неден бастады? Ливгуд ең керекті биодобавкадан бастады. Биодобавка мысалға мына Қытай, Япония мемлекеттерінде 90%, Америкада 75% адам қабылдайды. Бізде енді көп емес, бірақ дүние жүзінің бәріне білгенде Амазон кітап бастағандан көп 30% деп алсақ болады. 10 есе Амазоннан шансы үлкен да. Амазонда да жаңағы мүшелік төлем бар. $15 220 миллион адам $15 тек бесплатный доставка тегін жеткізіп береді. Сол бір айдың ішінде зат заказ етсе тегін жеткізіп береді. Сол үшін төлеп отыр болған. Ол Джефф Безос, Амазон ешкіммен бірде-бір жаңағы партнерский программа, маркетинг жоқ. Ливгудта маркетинг бар. И Амазонда оптовый цена жоқ. Ливгудта оптовый цена. Дүниеде адамдарға ең қажетті өнімдер оптовый ценада. Сол үшін соған салыстырған кезде енді мына Ливгудтың қалай болып дамуы жақын арада ол Амазонға 220 миллион клиент жинау үшін бәленбай жыл, 40 жыл уақыт кеткен болса, Ливгудқа одан 2 есе, 3 есе аз уақыт кетуі мүмкін. Олар 10 жылда жинауы мүмкін 220 миллион. Даже тіпті сондай да жағдайда айтуға болады, бұлар партнерский программасы болмағанда да олардың бизнес жүретін еді. Сондай сұрақты беріп көрдім, сенбейтін болсаңыз. Партнерский программасы жоқ болғанда да бұлардың бизнесі жүреді. Рекламаға салып, өздері көп ақша шығарып, мысалы Amazon реклама арқылы дүниеге танымал болды. Бұлар да сондай ақша салып, себебі сетевой маркетингте 90% адам тұтынушы. 90%. Ол же ақша табам дедіңіз, өнімін алып отырсам болды дейді. Сондай адам оларға оған маркетинг бар, жоқ, олар биодобавка не екенін біледі, түсінеді, болды, арзан алып пайдалана береді. Енді Ливгуд просто сондай керемет мүмкіндік беріп жатыр адамдарға. Сол үшін соны түсініп, біз бұл жерде бірінші енді егер жаңағыдай үлкен табысқа жеткізгіміз келе ме, орташа бола ма, немесе минимальный дәрежеде просто пассивте ақша алғымыз келе ме, любой жағдайда бізде бизнесмен сияқтылы ойлау қалыптасу керек. Бизнесте адам бизнес болса қанша ақша жұмсайды оған. И қанша уақытта ол сондай ақшаларды алып отырады. Сонымен мына Ливгуд салыстыру керек. Қай жерде бар сондай? 100-200 доллар, $50 бастайтын бизнес жоқ, ондай бизнес еш жерде. Традиционный бизнесті көрім, сауда бастау үшін басқа кішігірім бизнес ашу үшін орнына өзіне үлкен ақшалар талап етіледі, және оған салған ақшаңыз қашан қайтып келетіні белгісіз. Енді сондай тағы да бір сондай мысалдарды білем. Сондай Ақтауда түріктер туристік кафе ашады. 3 жыл минусқа жұмыс істейді. 3 жылға дейін клиент жиналмайды. 3 жыл минусқа жұмыс істейді. Просто ақша жұмсай береді, ақша кете береді. 3 жылдың ішінде клиент жинады, адамдар келіп үйренді. Енді прибыльге шығып қайт, прибыльге шығамын кезде тағы да 3 жыл кетеді. Мүмкін. Сонда ол қанша ақша жұмсады, және ол қанша уақыттан кейін ол пайдаға шықты да прибыльге. Ал сондай болмай, ақша жетпей банкрот болып қалатын есап саны. Миллиондаған дүние жүзі бойынша. Мына жерде сіз ешқандай банкрот болу жағдай жоқ. Өнімін алсаңыз болды, сіз өнімін сатып алған кезде сол кезде сіз ақша экономдап, сіз ақша ұтып тұрсыз да болған. Сол үшін өнімі де өте маңызды. Өнім заказ ету керек. Бұл жерде $10 біз ақша алу үшін емес, именно сол өнімдеріне скидкаға қол жетімді болу үшін төлейміз. Соны ұмытпауымыз керек. Сол үшін бизнесмен болып пікірлеу, бұл сіздің осы бизнесте ақша алуыңызға тікелей қатысы бар. Сол үшін ақша алғыңыз келе ме? Ақша алғыңыз келсе, просто өзіңізге мен бизнесмен болдым деп ойлаңда, сосын бизнесмен де болып пікірлең. Сол кезде бизнестің мағынасын түсінесіз, және осы жерде сіз міндетті түрде ақша алып аласыз. Активный болсаңыз да, активный болмасаңыз да. Енді кооперативке енді ертең январ айында мысалы барлық адамы қосқан кезде, мен ол жақтарында бизнесмен болғаннан кейін біз есептейміз бәрін. Мысалға қазір сіздің структураңызда белгілі дәрежеде адам бар. Сіз айтайық, золотода мысалға 100 адамнан артық болады. 100 адамнан артық болады. Серебро 20 адамнан артық болады. Серебродан қалып қарайық. Серебро 20 адамнан артық болды. Соның жартысы 10-ы дейік, немесе 5-еуі дейік.
адам сатып алатын сол. Бұл жерде командный жұмыс деген жақсы бұл жерде де мысалы. Сол или золото болсын, сіз 100 адам. 100 адам емес, жарайды сіздің ішіңіз 20 адамның соның ішінен реклама адам, бір адамнан алатын болсын. Қазір бұл реклама болғанда қазір 3 күнде болып жатыр ғой. 3 күнде 2 адам тіркеп беріп жатыр. 3 күннен кейін олар 27 күн қарап отырмайды ғой, олар 3 күннен кейін тағы да ашады доступты. 3 күннен кейін тағы 2 адам, 3 күннен кейін тағы 2 адам. Ойлаймыз, мүмкін бір айда 10 рет мүмкіндік беруі мүмкін. Бір адамға да 10 рет 2 адамнан сатып алып, демек ол 20 адам алуға болады. Ал сондай 100 адамнан 20 адам болатын да, 20 адам сол әрекетті жасап отырды. Жарайды, ол жаңағы 10 рет қатыспай қойсын бір айдың ішінде, 4 рет, 5 рет. Бір адамнан әрқайсысы 5-еуден алып отса, 20 адам 5-еуден, бір айда 5-еуден алсын, қанша болады? 100 адам болады. 100 адам пешетіліп түседі адамдарға. Егер сіз платина болып, соның ішінен 50 қатысатын болса, 50 адам 5-еуден алсын. Айына 5 адам алсын, болды. Ол алған кезден апта сайын ақша түседі ғой. Внутренний кошелектен ақша түседі. Жаңа салған ақшаңыз періліп, тағы басқан есебінен сізге келеді. Сондай болған кезде структураға 250 адам тіркеледі бір айдың ішінде. 250 адам тіркелген кезде сіздің ақшаңыз қандай дәрежеде көбейеді, және сіз ең соңында кеше келген адам болсаңыз да, сіз жаңа 5 адам алдыңыз, или немесе 3-4 адам алдыңыз. Сіздің де өзіңізде және сізге қандай періліп түседі. Сол үшін бұл жерде тоже мындай жаңағы бизнес пікірлеу болған кезде адамда сондай болады. Егер қазір егер традиционный бизнестегі адамдар қиын мынада түсіндіру да, бірақ традиционный бизнесте қарайған ақша жұмсап отырған адамға сіз осыны үйретіп түсіндіре алсаңыз, соны көрсетіп бере алсаңыз, мысалға олар тынбай адам алып отырады. Себебі бизнесте бүгін ақша алу емес, бизнесте перспективада ақша алу, соған расчет болады әр кезде де. Мына клубный системада сол перспективада. Қазір сіз золото статусында болып, белгілі дәрежеде сіздің ақшаңыз шектелген. Бірақ сіздің ізіңіздегілер сіз золото статуста бола бердің да, вообще еш статусыңыз көтерілмей ақ қойды. Мысалға сондай жағдай болып қалды дейді. Соның өзінде егер сізде нормальный шеренде болса, сіздің ізіңіздегілердің бәрінің жаңағы матрицасы толып кетсе, білесіз ба қандай ақша алатынды? Соны есептап көрің. Және бұл жерде бір статуста қалып отыра беру деген болмайды ендігіден былай. Себебі рекламаға қатысып адам алған сайын, бұл жерде адамның количествоны қарап өседі статус. Сіздің статусыңыз автомат түрде өсіп тұрады. Автомат түрде. Сол үшін бұл өте керемет мүмкіндік. Енді бұндай мүмкіндікті мен ойлаймын, басқа адамдарға айтпау бұл енді жақсы зат емес та. Барлық адамға бірінші орында біз өзіміздің жақындарымызға, туысқандарымызға соларға айтуымыз керек. Мен қазір бұрынғы мысалға бизнесте, сетевойда істегенде, мен туысқандарым, біреу-екеуі болды тіркелген, бірақ просто олар как потребитель. Қалғандарына мен өзім скидкамен алып бередім. Ешқайсына кел, осы тіркел, мына жұмысың жасайық деп бір-екі рет айтып көрдім, бірақ дальше айтпадым. Себебі сетевой маркетингті мен бір жақсылап үйренгеннен кейін білдім, оған қиын екен, қатты қиын екен. Себебі жерде көп оқуың керек, көп еңбек, шыдамды болуың керек, сабырлы болуың керек. Қандай сәтсіздіктерге қарамай алла жүре беру керек. Себебі мен алдым бизнес дегенмін ғой, білемін бизнесте қандай банкрот болу, қандай ақша жұмсау деген. Сетевойда банкрот болу деген жоқ. Ешқандай адаммен сөйлестіңіз, тіркелген жоқ. Сіздің ақшаңыз азайып қалған жоқ. Ол адам тіркелмеген үшін да. Дәстүрлі бизнесте сіздің бір сделка болмай қалды ма, сіз ақшадан күйесіз, ақшадан ұтыласыз. Қате жіберсеңіз сондай. Сол үшін менде сондай бизнес пікірлеу болғаннан кейін, егер мына клубный системаны білгеннен кейін мен барлық туысқандарым, қазір менің барлық туысқандарым бәрі орын алып болды осы жерде. Бәрінің орындары. Бірден келген жоқ, біреулер сразу мен айтқаннан қосылғанды болды, біреуіне бәленбай ай түсіндірдім, біреуіне тағы бірдеңе болды. Сонымен әйтеуір бәрі де қазіргі күні барлық туысқандарымның орны бар. Жақын өзімнің туысқандарымда, енді басқа жағы нелерінде нағасы, жиен, бәріне айтып жатырмыз. Келіп жатқандары да бар, үндемей жатқандары да бар, енді әркім енді өзінің несі. Сол үшін бірақ ертең зато мынандай жағдайға біз ертең ақшалы дәрежеге жетіп басқалар естіген кезде зато ол бірінші болып, ол дебютта жақсы ақша бар екен білсе, қайда барады ол? Менің туысқаным, жақындарым, достарым бәрі маған келеді. Себебі мен оларға уже айтып қойдым.
сондайда не бар да. Келмеген жағдайда ертең айтпайды, сен неге маған уақытында айтпадың деп. Мен осы Ливгудта естідім сол сөзді бір класстасымнан. 6 айдан кейін айтқан екенмін да оған. Мен айтқан кезде ол да сетевойда болады, бірақ мен бір уақытым болмай, жетпей жүріп еді. Соны бір оны айтсам, сразу тіркелді, үйренді, ол тіркелді. Сосын менен сұрады, сен қашан тіркелдің, бастадың деді. 6 ай болды деп. Неге маған 6 айдан бері айтпай жүрсің деп. Мен Исат деп айта алмай қалдым. Мен соны енді айттым, Өзбекстанда жүрдім, жолда болдым, ана болды, мына болды деп өтірік бір сылтауларды айттым, бірақ ішінен қысындым да. Сол үшін сондай жағдай болуы мүмкін сіздерде де. Сол үшін қазір айтсаңыз айтады, мен адамдар сенбейді, тағы бірдеңе деген әңгімені көп естиміз ғой. Дұрыс, бізде де бар сондай сенбей келмей жатқандар, бірақ мен бәріне бір ауыз хабар беріп қойыппын. Сондай бұл нені ертең, себебі сіздің ізіңіздегі бос орындарды сіздің туысқан, жақын достарыңыз емес, анаймастар тұрып алады да. Кейін достарыңыз солардың ізіне келу керек болады, тура келеді. Соны хотя бы соны айтып бір түсіндіріп қояйын. Кейін ар жағы өзі біледі ғой. Бәрібір ертең ақшалы болған кезде, ол адам сізде ақшалы болғанды көрген кезде сізге келеді бәрібір адам. Сол үшін барлық туысқан, барлық жақындарға осы мүмкіндік жайлы бір ауыз хабар беріп қою біздің міндетіміз. Ал қысқаша осы айтайын дегеніміз. Сұрақтар болса, Гүлнар ханым, микрофондарды қосасыз ба? Жақсы, қосам. Сұрақтарыңыз болса, дайындай беріңіздер. Мен мына записьті өшірсек болады ғой, сұрақтарды отдельно. Записьті өшіріп қойыңыз, сұрақтар кетеді ғой енді. Тұра берсін бір запись. Өзіңіз біліңіз енді. Тұра берсін. Хорошо, мен бір айтатыным, бұл жерде міндетті түрде бәріңізде ақшалы боласыздар. 2025 жылы Ливгудтың жылы болады. 2025 жылы Ливгудта кімнің орны бар, кімнің орнын сақтады, статусы бар болғандар енді болады. Вообще үлкен ақшаға жетсет, статусыңыз болсын, болмасын, 2025 жылы Ливгудтың жылы болады. Ливгудтағы адамдардың жылы болады. 2025-тің аяғына дейін барлық адамда ақша болады бұл жерде. Солны тілеймін мен бәріңізге. Үлкен ақшаларға жетсін. Қандай ниет, мақсаттан келген болсаңыз, соның бәрі орындалсын. Ал записьті өшірмедік, сол сұрақтарда бола берсін деп жатыр. Ал сұрақтарыңыз болса, тартынбаймыз, қысынбаймыз. Сіздің берейін деп отқан сұрағыңыз барлық адамның миында тұрды қазір. Сіз сол сұрағыңызбен, сол адамдардың бәріне көмек берген боласыз. Айта беріңіз. Мен адам сатып алсам, қаншадан алам адам сонда? Мен адам тіркейтін болсам да. Оны жарайды, бұны айтайық. Сіз просто мына нелерді жақсылап қараңда, тыңдап. Кабинетіңізде де қойыпты оны. $35 адам сатып алу, $35. Қазірше 2 адамға рұқсат беріп қойыпты, серебро статусқа. Бірақ ертең Новый годтан кейін барлық адамға соны ашады. Но олар айтып жатыр, $35 азайтамыз деп жатыр адамды. Бұл таргет деген нәрсе бар да, мысалға Инстаграмда қазір менің қызым да сол Инстаграм арқылы өзіне клиент шақырады да. Сол бірдеңе мың ақша жұмсайды Инстаграмға. Сол айтады, маған клиент дейді $4-5 түседі дейді. Бір клиент $4-5 түсіп жатқанда, енді ол кішкене территорияда ғой. Компанияға қазір $35 түсіп жатқан бір клиент. Соны уақыттың өтуімен мысалға арзандаса, олар арзанын береді. $20 түсуі мүмкін, 15-ке түсуі мүмкін. Сондай. Сұрағыңызға жауап ала алдыңыз ба? Рахмет, сосын тағы да сұрағым. Айта беріңіз. Қонысбай мырза, мына менде рейтингда 59 адам болған, сол 47-ге төмендеп кеткен. Көбі активация жасамаған. Солар кешігіп активация жасаған кезде сол орын толықтала ма? Келеді, ол бұрынғы орнына келе ме, басқа орынға келе ме белгісіз да. Егер ізінде адам бар болса, уже оның ізіне түсіп кетеді ол. Егер ізінде адам болмаса, бұрынғы орнына қайтып келуі мүмкін. Менде болды сондай, бір орын төленбей қалды, сосын кейін ұмытып кеткен ба, кейін қайда төлеп еді, матрицада қарасақ, бұрынғы орнына қайтып келді. Себебі оның ізінде адам жоқ еді да. Бір жағдай болды, ізінде адамы бар адам төлемей қалды, сол адамдардың ізіне түсті, оның ізінде адамдар бәрі жоқ болып кетті.
Ассалаумағалейкум. сол Алейкум салам. Қалдарыңыз қалай? адам болған Мына қазір қалды. сөз бермей қойдым. Мен әлі бітірген жоқпын. Жарайды, сөйлей бер. Айта беріңіз, Ассалаумағалейкум. естіп. Алейкум салам, салам алейкум. Айта беріңіз. Менің есімім Алтай. Жасым 65-те. Левгуд компаниясына құда қаласа мына кіргеніме 1 айдай ма болды. Қазір мен бронзымын. Енді менің сұрағым сол жаңадегі сатып алсам ба деп емді, адамдар қаншауын сатып алсам болады. Одан кейін мен бронзаға адам сатып алуға бола ма, болмай ма, қашан рұқсат береді екен? Рахмет сұрағыңыз. Жаңа ол айтылды ғой, қазірше серебро, бронзаларға жаңа 3-4 аптадан кейін ашамыз деді оны. Бенгвинский тыңдасаңыз айтады. Барлығына кабинетіңізге кірсеңіз, кабинетте де бар. Біз барлық шектеуді алып тастаймыз деп. Бронза даже тіпті статусы жоқ адамның кабинетінде кооператив деген бар. Сол жерде өзіңізге удобно тіл қойбасаңыз бәрін жазып қойыпты. Қанша адам сатып алсаңда өз еркіңді? Қанша адам сатып алсаңда? Қазірше шектеу бар, 2 адам. Бұл жерде қаншаға не бермейді, себебі мынандайда ол не дейді, әділ болмай қалады. Мысалға, ақшасы көп, бір бриллианттар бар мысалға. Олар алады да 1000 адам сатып алады. Ақшасы жоқ, сіз не 1 адам сатып аласыз. Ол әділеттікке жатпайды ғой. Ол сол үшін компания сондай қойыпты. Әрбір адамға 2 адам қойыпты қазір. Бірақ 2 адамды может 3 күннен кейін ала беруіңіз мүмкін да. Иә. Рахмет сізге де. Бәрі адамға тең қойыпты. Жүргізіп жатқан эфиріңізге көп рахмет. Бәрі түсінікті. Құда қаласа мынау Левгуд компаниясында. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, Қонысбайым. Қонысбай, мына запись қалдырғаныңыз аман жол болды. Бұл мотивацияның бір түрі де. Себебі кешегіде мен сондай мына темадан басқаша бере жақпан, мына продукт бойынша айтылды. Продукция бойынша мен сондай сауал бердім де, біздің бір қонысымыз бар, атын айта алмаймын дедім, көршіміз. Инсульт болып жатты. Шуға дәрілердің пайдасы бар ма десем, сондай пайдасы бар деді, запись қылмапты да, мен как раз мен берген сауалыма ол сондай жауап берді. Şu записьті аяққа апарса бізге мотивация болады да, азына жазып қойыңызам зор. Енді екіншісі, бағана сіз матрицаны көру үшін не қылды дедіңіз ғой, басып астынан неге кіріп, моя командаға кіріп тұр, бұнан кейін тағы біреуді басасыз, онан кейін матрица көрінеді дедіңіз ғой. Жаңа беретін сауалымнан өзі анан нені запись деген нәрсе не қылып есіме шығып барыпты. Өзі баяғы бір айтқан сөзіңіз бар, құдай қаласа дәрілерін алсақ, сознание деген нәрсе, память деген нәрсені орнына түсіреді деген. Дәріге сәйкес қылып сонда қалайша давай yaxşı. Рахмет сізге. Həmməni мына келе тұрған байрамлар и еще тем более мына 2 жылдық байрамы. 25-ші жылда бәр адам айлыққа шығып, бәрі жаңа коронавирусқа жетіше білген. Қонысбай, рахмет сізге. Рахмет сізге. Мен тағы бір айтып кетейін дегенім, енді бизнесменбіз ғой, бұл жерге келгеннен кейін бизнес пікірлеуге мынау да кіреді да, біз кабинетті үйренуіміз керек. Қазірдің көп больной вопрос, енді мысалға маған көп шығады адамдарда, ішінде енді 1-2 бар, жалғыз бастылар бар енді, зрениесі төмен. Мен оның кабинетін жүргізем дедім оған, енді көмек беруім керек та, оның зрениесі тіктелгенше. Басқаларының үлкен жастағы адамдардың да немерелері бар, қыздары бар, жаймен соларға үйретіп жатырмын. Солар үйренсін деп жатырмын. Бірақ орта жастағы менен де жастар бар, мен де қазір 60-тан өтіп жатырмын жасым. Соларда жаңағы үйренбегендер бар да, ертең ақшаны қалай аласың деймін да оған. Үйренбесең, білмесең, мен деймін, сен үйіңе барып әпермеймін ғой ақшаны. Қазір менде 600 адам бар, ертең 5000 адам, 6000, 10000 адам болып кетеді. Мен сол 10000 адамның бәріне көңіл бөлуге менде уақыт болмайды, ренжімейсіздер деп жатырмын да. Сол үшін мен қазір айтарым осы эфирден, мына жерде кабинет бойынша қалай жұмыс істеу деген группа ашып қойыппын. Мен сол жерде барлық жаңағы видеоларды өзім жасап салып жатырмын да. Берекет табын, соны ақша алуды тілейміз бәріңізге да. Соны үйренің. Өте, мен осыдан 1 жыл алдым, мен де ештеңе білмейтін едім. Телефондан мен де бәріңіз сияқты тек сөйлесемін, және YouTube көрем болғаны. Басқа ештеңе. Сообщение жазуды білем, видео скачать етуді білем, ештеңе білмейтін едім. Бірақ сол керек болды маған, мен күні-түні соны басып, шығып, жаймен үйрендім. Енді ана видеолар жасап жатырмын да, сол адамдарға оңай болсын, ыңғайлы болсын, түсінікті болсын деп, және басқа да видеолар жасап, соған Алла қаласа соған салып қоямын. Соны қолдан келсе, соны үйренің. Егер өзіңіз үйрене алмасаңыз,
немерелеріңіз бар, қыздары бар, балдары бар деген сияқты. Себебі бұл жерде үлкен жастағы адам көп, ол все равно үйренуге болады екен. Соны үйренсеңіз, ертең сол ақшаны қалай алуды біліп отырасыздар. Так, сұрақтар болса, пожалуйста. Қонысбай мырза, мен жаңа сұрағымды аяқтай алмай қалдым, қабаттасып кіріп кетті ғой. Айта беріңіз. Сол жаңағы айттым ғой, адамдарым 47 болып кеміп қалған деп. Олар активация жасағаннан кейін басқа командаға түсіп кете ме, или сол менің командамда жүреді, бірақ төменде болады? Сізде болады, басқа кетпейді. А, Бұл жерде сондай олар- мүмкіндік. Бұл жерде сондай мүмкіндік бар, мен бір айтайын. Егер адам бұл жерде $40 күймейді да бір жерде, сол төлемей қалған адам активность төлеген айдан бастап, бірақ матрицада орны уже өзгеріп кетеді, төменде түсіп тұрады. Бірақ кім тіркеген болса, сол адамның личнигі, сіздің личник болса, ол личник болып тұра береді. Бірақ орны төменде болады, болғаны. Ол кісінің тіркеген адамдары кеміп қалғанда, онда ол адамдар кімнің астына түсіп кетеді? Енді оны белгісіз сіздің структураңызда болады, кімнің астына түсетінін оны ешкім білмейді. Оны компьютер қояды оны. Жақсы. Главный сіздің матрицада болады, басқа адамға кетіп қалмайды ол. Ассаламу алейкум, Қонысбай мырза, Уалейкум салам, салам алейкум. Айта беріңіз. Менің сұрауым бар еді. Адам сатып алу бойынша клиенттерімізде пайда болды ғой $30. Егер мен 2 адам сатып алсам, естілмей қалды. 2 адам сатып алсаңыз, маған реферальный бонус түседі ма, түспейді ма? Дұрыс сұрау. Реферальный бонус түседі. Егер ол просто клиент болып келсе, $10 кірсе, сізге $5 түседі. Каждый четверг түсетін бар ғой, сол реферальный бонус түседі. Бұл бір. Екіншіден, жаңа Бенгелинский тыңдаған болсаңыз, қазір айтып жатыр, средний $100 алып жатыр. Мысалы, ол адам бір продукты алуы мүмкін $100, $300 дейін алғанның 5% тағы сізге түседі. Прямой ақша болып. Демек, ол 300-ге дейін ғой, өзі шектеу бар бізде. 300-ге дейін және $15. Демек, сіздің $5, $15, $20 қайтып келуі мүмкін. Максимальный. Қонысбай мырза, сонда бізге шетелдіктер ма тіркелетін? Американстар. Американстар қазір мына группада, осы группада скриншоттар қойылған. 2 адамнан американстар түсіп жатыр. Канададан түсіп жатыр, Америкадан түсіп жатыр да. Северный Америка основном. Мен ана флагтарымда қарап көрдім. Северный Америкадан түсіп жатқан, Канададан түсіп жатқан. Енді біз бір затты білуіміз керек та, американстар бұлар биодобавканы біледі, олар міндетті түрде алады. 300 себебі 75% адам бізде мысалға нан жейді ғой бәрі 100%. Үйіңізде нан бітіп қалса қандай боласыз сіз? Американстар сондай, биодобавка бітіп қалса сондай. Сіз нан бітіп қалса, түнді ертең таңда барып нан алып келесіз. Американстар сондай, үйінде биодобавка таусылмау керек, 75%. Енді олар мына жерде ең білдік қой, біз оны үйрендік. Мен мына кеместен алдын істеген компаниям, международный бренд деп айтуға болады, 190 мемлекетте, Янчи компаниясы. Содан кейін мен бұның өнімдерін үйрендім, маған өнімі маңызды болды. Адам жоғары дәрежедегі өнімнен төменге өтпейді, саудада болса, еш жерде болса. Тем более мен адам денсаулықпен жұмыс істегеннен кейін мен мына кеместен алдым, бұның өнімдерін үйрендім. Бұның керемет екенін, жақсы екенін білгеннен кейін мен анадан бас тартып келдім. Тек ақша үшін емес, маған именно өніміне де қызықты болды. Енді осыны американстарда біз сияқты оларда біледі өнімдерді. Бір рет алды ма, болды, бұлар алады, осы жерде қалады сізде адамды. Оларды сатып алғанда, оның деген жаңағы $35 сатып алсақ, $17,5 кері қайтып келеді, сондай әңгіме болды ғой. Сонда екіншіден $30 қайтып аласың. Енді маркетингте ондай емес. Мен кім ондай айтқанды білмеймін. Бұл жерде маркетинг бойынша келеді. Маркетингте олар $10 кіреді, $5 түседі сізге. Сол жетінің ішінде, кейінен анаусы ол айдың ішінде түсетін шығар деймін жаңағы. Продукциядан түсетіні. Сонда тек $10 келе ма олар продукция алу үшін? Продукция. Енді жаңағы видеоны тыңдасаңыз, Бенгелинский айтып жатыр, қазір 10-15% уже партнер болып кіріп жатыр дейді. Партнер демек $50 кіріп жатыр да, онда $25 келеді сізге. Продукты алады, одан $15
$40 келеді да. Бұл жерде долгосрочный перспектива деген бар. Біздің да сіз осы кезде ақша салдыңыз, ақшам қайтып келді емес. Долгосрочный перспективада ол адам сізге өмір бойы ақша әкеліп тұрады. $35 сіздің ертең $3,5 миллион болып кетуі мүмкін уақыттың өтуімен. Сол үшін бүгін ақша салдым, бүгін маған мынау келді деген емес. Сол үшін бүгін сабақты дашлап естің, бизнес пікірлеу деген сол. $35 салдыңыз, сізге максимум $20 қайтып келуі мүмкін. Партнер болмаған жағдайда. Партнер болған жағдайда $40 қайтып келуі мүмкін. 20-дан 40-қа дейін қайтып келеді, қалған долгосрочный перспективада. Сіздің ізіңіздегі адамға түседі ол да, мысалға да сіз бронза болсаңыз, сіздің ана адамның доходы көбейді ма, одан чек тағы аласыз. Түсіндіңіз ба? Бұл жерде үлкен пайда бар. Сол үшін бұл ештеңе емес ол, $35 деген. Сіз анандай бизнес бастайтын болсаңыз, $3,500-ға, мысалға, 100 клиент сатып алуға болады да. 100 клиент білесіз ба, қанша ақша алып кіреді ертең. Еще прямой болады ол сізге, прямой. Ал 100-дің ішінен Бенглинский жаңа компания оған хат жіберіп тұрады да поштасына. Сенің ізіңде мынанша адам пайда болды, сен партнер болсаң ақша аласың деп. Ал 100-дің айтайық 50 демей қойған 20 партнер болып кетті. Сіз коронавирусный бірден кеттіңіз уже 20 не болып кетсе. Жұмыс істеп кетсе. Сол үшін вот сондай расчеттен болу керек та. Бұл және ұзақ уақытта, мысалы 1 жылдың ішінде әрбір адам бұл жерде мен ойлаймын, бір адам 100 клиент сатып ала алады. 1 жылдың ішінде да. Қонысбай мырза, олар бізге келгенде ол статусқа көтерілмейді деп еді ғой. Деген адамдарды тыңдай бермең да, сіз жаңа Бенглинский тыңдаңыз. Жоғарыдағылар айтты ғой. Жоқ, хорошо, жоғарыларыңызды білмеймін мен. Мені де неғылмаң, сіз Бенглинский тыңдаң. Бенглинскийдің тыңдасаңыз, сөйле, это повлияет на ваш статус деп жатыр ғой. Маркетингте қалай адамның санымен көтерілсе, ол сізге личник болып кірсе, маркетингте адамның санымен болады ғой. Солай ма, солай емес па мысалы? Иә, солай. Болды ғой, сізге перелип болып түскен есептелмейді, бірақ. Сізге спонсордан түсті ма, ол сіздің адам емес, бірақ сіз одан ақша алып отырасыз, ол басқа әңгіме. А егер сіз личник сатып алсаңыз, перелип болып түскен адамнан статус көтерілмейді да? Иә, вот сол жерде алжас болған да. Қателік болып. Мысалға, иә, түсіндіңіз, мысалға менде қазір бір адам бар, бір емес, бірнеше адам бар. Просто пассивте бір орын алды. Жақсы, қазір ақша шығып тұрды, уже бір рет годовоймен кіребеді, қазір енді ақша төлемейді. Бірақ оның статусы көтерілген жоқ. Ізінде деген 40, 50, 70, 80 адам перелейді. Оның адамдар емес ол. Так что перелеп есептелмейді, сіздің сатып алған адамыңыз сіздің статусыңызға әсер етеді обязательно, міндетті түрде. Рахмет сұрағыңыз үшін. Осы сұрақта көп адамға көп пайдасы тиді деп ойлаймыз. Так. Рахмет. Рахмет. Тағы 1-2 минут уақытымыз бар екен. Қонысбай мырза, менде бір сұрағым бар еді. Енді ол адамдар біздерге тіркелгеннен кейін біздердің личнигіміз болғасын, біздер оны оқыта алмаймыз ғой, английше білмесек. Енді ол жер дұрыс, анық английше. Біріншіден оны оқыту шарт емес, оны компания оқытып жатыр ғой. Мысалы, продукцияны Райнгуткен, Низагуткен апта сайын. Продукция керек адам, мысалы, тыңдайды, мен тыңдаймын, қайсы өнім шықса да тыңдаймын, мысалы. Не только тыңдаймын, мен кіріп, ана этикеткасын скриншот жасап алып, соны орысшаға аударып, әр өнімді интернеттен кіріп көріп шығамын. Кеше мужской жаңа продукт шықты ғой, ішінде 10 түрлі продукт бар екен да, 10 түрлі зат бар екен. Синк та бар адамға керекті. Синк күніне біз енді бұрын компанияда пайдаландық, енді ол өте барлық адамға керек, және ер адамдарға особенно да. Синк күніне 10 миллиграмм нормально деп қоятын еді, мынаның ішінде 15 миллиграмм бар екен. Синкі адамға керек. И басқа да өнімдерін тексеріп интернеттен іздеп шықтым, өте керемет. Енді американецтер оларды компания оқытады біріншіден. Екіншіден Zoom беріп жатыр да, олар апта сайын. Сосын оларға да реклама қатысуға, оларға да мүмкіндік беріп қойыпты ғой. Олар да ақша салып, адам сатып алып отыра беруі мүмкін. Так что біз қуануымыз керек, оны компанияның өзі оқытады, олар автомат түрде. Иә, олар біздің қазақтар сияқты отырмайды ғой, олар. Иә, сұрақ беріңіз, иә. Ой, кешіңіз. Естілмей қалды, даусыңыз естілмей жатыр. Телефон. Не телефон дедіңіз?
Сіздің телефоныңыз. Не істейсің менің телефонымда? Сұрап тұрамын да кейбірде керек нәрсені. Жоқ, сұрағыңыз болса айтайын осы жерде. Ой, бизнес туралы неше түрлі нәрселер енді возникнет, просто сондықтан айтқаным ғой. Сізде тәлімгеріңіз бар ғой, спонсор бар емес па? Ой, жарайды, господи. Бұлай эфирде сұрақ берің, пожалуйста. Болмаса, соны неден тауып аласыз контактілерден. Ассаламайкум. Уалейкум салам, салам алейкум. Мына адам сатып аламыз, солар біздерге лишник болып түседі ғой, Иә. Оның кейінне тіркелген адамдар біздерге соны лишниктің лишнигі бола ма сонда? Иә да енді оның структурасы, ол адам егер структура құрса, оның структурасы болады ғой енді ол маркетинг бойынша. Сіз демек чек аласыз, одан ол партнер болып кетсе. Оның ізіндегілерден де чек аласыз. Оның ізіндегілерге де біздердің не болып келе береді командада, иә? Иә, да, конечно, сіздің командаға кіреді олардың бәрі. Yaxşı, болады, түсінікті. Сұрақтар болса, пожалуйста. Уақытымыз болып қалды, бірақ негізі. Саламатсыз ба? Жаңадан келген новичоктарға қандай совет бересіз? Мысалы, мен өзім жаңадан кірдім. Мен 2 адам алып келсем, 2 адам әрқайсысы өзінің 2 адаммен жұмыс жасаса, бұл жерде жүйелік жұмыс бар екен да. Ал кейбір не айтады да маған, мысалы, сен 10 адам тірке, оның 10 адамында ертең мен сияқты жұмыс жасау керек қой, олар да ертең ай сайын жаңа активациясын төлеп отыру керек. Енді сол жағынан қалай сіз совет бересіз? Мен сол жағын түсінбедім. Менің бір партнерім айтты, сіз лучше өзіңізге тіркей беріңіз, зато жарты ақшасын аласыз дейді. Маған ондай ұнап тұрған жоқ. Маған жалпы мен 2 адам тіркесем, 2 адаммен ары қарай мені жасаған 2 адамға совет беріп, ары қарай өзім немді жасауым керек. Сіз қалай не бересіз, соны түсінбей жатырмын. Иә, дұрыс сұрақ бердіңіз, жақсы. Біріншіден айтайын дегенім, осы группада болу керек жаңағы бастаушы дистрибьюторларға кеңестер деген сабақ бар. Мен өттім де сол сабақты. Соны тауып алың осы ішінде. Видеосы бар. Бір. Екіншіден, жаңа сұрағыңызға тікелей жауап. Бұл жерде ең выгодны маркетинг бойынша ең тиімдісі сізге ширина. Қанша көп адам өзіңізге тіркесеңіз, сол ең тиімді болады. Сол кезде сіз көп ақша аласыз. Түсіндіңіз ба? Тоқтамай өзіңізге адам тіркей беруіңіз керек. Соның ішінен жаңағы өз активный болам, жұмыс істеймін деген адам шығады өзі. Соларға көмек бересіз болған. Бұл жұмыс сондай. Сіз 2 адамды ұстап алдыңыз, оны күнде миын жеп оқтасыз. Одан кейін олар не алады? Шалқайып жатып алады. Үйіңізде бір семьясы дайы ғой, мысалға да үйінде 10 баласы бар адам бұлар қалай болады? Үйінде 1 баласы бар адам қалай? 2 баласы бар. 2 баласы болса, 2 бала король болады да. Тек бәрі көңіл сол 2 балаға, соның айтқаның бәрі. 10 бала болса, соның ішінен әйтеуір бірін-біріне көмектесіп, олар қайта жақсы болады да сондай. Сол үшін прямой көп тіркеңсіз. Мен енді 20 жыл тәжірибем бар ғой, сол үшін ең тиімді жол сол сізге. Тоқтамай айына 2 адам, 1 адам тіркеп отырсаңыз, 3 адам егер мүмкіндігі болса, 1 жылда 36 адам, 3 жылда 100 адам тіркейсіз. 100 адам тіркедіңізде болды сіздің уже не дейді жаңағы асығыңыз әлші түсті дейді ма, қазақша айтқанда. Болды сіздің жаңағы былайша айтқанда мұртыңызды балта шаппайды деген сияқты бизнесіңіз тоқтамайды еш уақытта сіздің. Ең үлкен чекке иелік етесіз. Түсінікті болды ма? Жақсы түсінікті, рахмет. Рахмет, сау болыңыз сізге де. Так, сұрақтар болмаса... Білейін дегенім, менің кабинетімде кооператив бөлім ашылмады, соны білейін дегенім. Қалай ол, даже статусы жоқтарда бар ғой, кооператив деген бөлім бар ғой, бәрінде. Мен жоқ. Статусым жоқ, деп ойлағам. Жоқ, кооператив. Жақсылап қарап көрің енді, бәрінде. Орыс тіліне қойып көрдіңіз ба? Қазақша тұр. Қазақша тұрса, бірлескен жұмыс болып тұрады ол. Рахмет. Иә, қазақша да. Мен қойып көрдім де себебі қазақшаға. Ол жерде кооператив емес, бірлескен жұмыс деп тұрады. Бірлескен жұмыс па? Қонысбай мырза, анау айтады ғой, любой бизнесте, былай кітаптарда оқимыз ғой, Харвекер, басқа көп. Өзіңнің тапқан табысыңның 10%-ын міндетті түрде жаңағы финансовый независимостьқа құй дейді да. Сол жаңағы не дейді, тауық дей ма, деме дейді. Тауықты жеп қоймағын дейді, соның тұқымын жеуі мүмкін дейді.
өмір соны пайдаланса бола ма дейді. Жоқ. Өмір бойы сен тауықты алуға мүмкіншілік жоқ. Онда сенің бизнес жұмыс. Сол сияқты біз мына екі адамды, арайда екі адамды привычка айландыруымыз керек қой. Өзіміздің финансовый независимімізге құйып отыруымыз керек. Міндетті түрде. Иә, дұрыс. Тем более қазір дұрыс айтасыз. Мына егер адам тіркеу проблема болып жатса, біз айына 2 адамнан сатып алып отырмын. Мүмкіндігіңіз болса, любой адам оны таба алады. Любой ақшам жоқ деген адам айына 2 адам сатып алады. Сізде сонымен доходыңыз көбейеді, сол салған доходыңызды арттырып бара бересіз. Бұндай бизнес енді ол бұндай мүмкіндік қазір жоқ қой, бұл енді керемет бизнес мүмкіндік та. Мына адам сатып алу дегені, осы мына менің Ливгуд клубының беріп жатқан мүмкіндігі адамзатқа. Ол енді 1-2 жыл өтеді әлі. Өмірлеріңіз өзіңіз ойламаған дәрежеде өзгеріп кетеді. Мына бизнесте әлі. Жақсылап үйреніп, активный жұмыс істеп, активный адам сатып алып, тағы басқалар жасап отырсаңыз. Сол барлықтарыңызге енді уақытымыз өтіп кетті. Барлықтарыңызге сәттілік тілеймін. Айтыңыз, бір соңғы сұрақ. Менің сұрағым. Бәрімізде енді ол баста үлкен немен келдік қой, $2047 пассивный доход аламыз деп. Енді қазір шамалы басылдық. Сіз қалай қазір адамдарды шақырып жатсыз? $2047 айтып жатырсыз ба? Рахмет. Біріншіден мен осы адамға мүмкіндік түсіндірем вообще да, осындай мүмкіндік бар. Жаңағыдай пассивный жолы барын, осы біз енді адамдарға барлық несін мүмкіндікті көрсетуіміз керек қой, компанияның беріп жатқан мүмкіндігі ғой бұл. Қазір тем более адам сатып алу қосылды. Мен адам сатып алуында қосып түсіндірем. Сен енді сетеу маркетингде тәжірибең жоқ, адам тіркей алмаймын десең, адам сатып алуына болады. Сонымен көбейеді. Егер адам сатып алмасаң, мен алам адам, мен тіркеймін, менен перли түседі, саған ақша түседі. Солай мүмкіндікті беріп жатырмыз. Иә деп жатқаны бар, жоқ деп жатқаны бар. Енді 20-30-40%-ға дейін иә деп жатыр, тіркеліп жатыр. Қонысбай мырза, мен последний сауалда рахмет сізге, шаршағым қалған шығарсыз. Енді қарап тұрғанда, мен почта Жұмайлыдан келіп тұрыпты, Камал 3-ге келіпті мысалға. Ал сағат 12-де дейді, презентация болады, соға обязательно қатынаш дейді. Енді өрді переводты қылып аламыз, бірақ соның 12 деген не біздің неменен уақытымызмен разница қанша болады? 10 сағат. Олар 10 сағат арқада бізден. 10 сағат арқада. Значит, 12-де десе, ал неше болса, 10 сағат түсіндім. Жоқ, соған 10 сағат қосасыз. Түсті 12 десе, бізде түнде 10. Түнгі 10-да оларына не қатынасады екенбіз де, болды, түсіндім. Рахмет. Жарайды. Ал жақсы, енді уақытымызды саламатсыз. Бір сұрақ сұрай салуға бола ма сізден? Жақсы. Бір ғана сұрақ сұрайыншы, пожалуйста. Осы біз адамдар тіркеуге қазір жетеді. Доллар таппай кеттік қой. Соны через VPN бұрынғы ссылкамен ашып тіркей берсек бола ма? Жоқ, ода тіркелмей қалып жатыр. Ол үшін саппортқа жазу керек, служба поддержкаға жазу керек. Сол кезде тіркеліп жатыр. Да, сразу тіркелмейді. Кішкене, сразу болмайды, кішкене жазасыз, мен адам тіркеліп жатыр дедім, осындай деп. Мен жасап көрмедім негізі. Спонсорлардан сұрасам, солай жасайды деді. Сосын бірнеше уақытқа іркілетін болды да, сосын мен ол метод пайдаланған болдым, шынын айтайын. Бірақ болады деп. Жақсы. Қонысбай мырза, айтасыз ба, сатып алған кісі активациясын өзі жасай ма, жоқ біз жасап тұрамыз ба? Конечно, өзі жасайды ғой, ол. Зачем сіз жасайсыз оны? Ол клиент көп келді ғой, сіз не үшін келдіңіз? Өнімін сатып ала келдіңіз, олар да өнім сатып ала келеді. Рахмет. Рахмет. Ал ендеше сау саламат болыңыздар. Эфирде көрісіп тұрамыз енді тез-тезден. Сұрақтарыңыз болса дайындап қойыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік, табыстар тілейміз. Сау саламат болыңыздар. Рахмет. Амин. Рахмет. Рахмет, Қонысбай мырза. Сау болыңыздар, сәттілік тілеймін бәріңізге. Рахмет, Алла разы болсын. Тезірек білән болыңыз. Амин, рахмет, сізге де сол тілектер. Қонысбай мырза, записьті өшіресіз ғой, записьті өшіріңіз. Записьті өшірейін. Қонысбай мырза,